Қайырлы күн, құрметті менің YouTube көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге қысқа жапқан осындай керемет салатымның жасалу жолымен және оның рецептерімен бөліскелі отырмын. Рецепт видео барысында көрсетіледі және видеоның соңында толықтай жазып кететін боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызға кеңес беремін. Егер де менің каналыма тіркелмегендеріңіз болса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Видеода көрсетілген көкөністер арқылы керемет салат дайындайтын боламыз. Және салатқа қосылатын дәмдеуіштер де осы видеода көрсетіліп тұр. Сіздерге анық деп ойлаймын. Толық рецебін видео соңында жазып кететін боламын. Біз осы көкөністерімізді жақсылап жуып алып, видео барысында көрсетілгендей етіп турайтын боламыз. Міне біз барлығын турап ыдысымызға салып алдық. Енді үстінен салатын заттарымызды салып, салатымызды жақсылап араластыратын боламыз. Алдыменен 2 ас қасық тұзымызды салып аламыз. Енді 2 ас қасық қант салатын боламыз. Мен 5 ас қасық сұйық май құйдым. Сіздер өз қалауларыңызда 100-150 грамм май құйсаңыздар болады. Менің салатымның кішкене майы аздау болып қалды. Видеода түсірілмей қалған 1 шай қасық уксус қосамыз. Және домалақ қара бұрышы бар. Енді осы салаттарымызды жақсылап араластырып, 3 сағатқа бетін жауып қоямыз. Міне 3 сағаттан кейін біздің салатымыз осылай дайын болады. Алдын ала дайындалған банкаларымызға салаттарымызды шетінен саламыз. Алдымен осылай қоюынан салып аламыз. Енді осы салаттың үстінен суын құйып шығатын боламыз, әр банканың үстіне. Осы салаттарымызды енді сыйымдылығы үлкен ыдыстың ішіне салып 45 минутқа сыртынан қайнататын боламыз. Банканы салмас бұрын ыдыстың ішіне, яғни банканың астына майлық қойып қойғандарыңыз дұрыс. Ыдысымыздағы су қайнағаннан кейін банкаларымыз бір-біріне тиіп сынып кетпеу керек. Сондықтан ол жағында қадағалауымыз керек. Міне 45 минут уақытымыз өтті. Енді ыстық судан банкаларымызды абайлап алып, бұрай берсеңіздер болады. Нәтижесінде осындай керемет салат шығатын болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видеолар жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.
сау саламат болыңыздар.